Сәлем достар, сіздермен Еркетай арнасы. Арнамызға тіркеліп, лүпіл басып, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Ханға атын сатудан бас тартқан кедей қарттың оқиғасы. Бір ауылда өте кедей әрі кәрі кісі болыпты. Жаңағы кедейдің ақ тұлпары болған екен. Оның тұлпарының сұлулығына сол елдің ханы ерекше тәнті болғандығы соншалық іштей қызғаныш отына өртеніп жүріпті. Хан кедейге алтын мен ақша берем деп қанша жалынса да қария атын сатпапты. Бұл ат жай ат емес, мен үшін таптырмас дос, досты сату мүмкін емес, деп көнбейтіндігін білдіріпті. Бір күні таңертең ат қорада болмай шықты. Мұны естіген көрші қолаңдары: «Ақымақ екенсің, ханның талабын орындай салғаныңда бұндай болмас еді. Ол сенен қалай алам десе де алады ғой. Ең дұрысы тұлпарыңды ханға сатқаныңда алтынға батар едің. Енді не болды? Атта, ақша да жоқ», деп ұрысқан екен. Қария: «Асығыстық жасамаңыздар», деді де сөзін сабақтап: «Біз қазір тек аттың жоғалғанын ғана білеміз. Мұның соңы немен бітер әлі бізге белгісіз. Бар болғаны осы, анау еді, мынау еді», деп әртүрлі жаққа қарай тарта беруге болмайды. Дегенде ауылдағылар қарияның берген жауабына күліп үйлеріне тарады. Арада 15 күн өтпей ат қайта оралды. Сөйтсе, ешкім оны ұрламапты. Тауда жүріпті. Тұлпар үйге қайтарында өзімен бірге тағы 12 жабайы атты ертіп алып келіпті. Ауылдағылар мұны көре салып, анадағы әңгімелер үшін қариядан кешірім сұрапты. «Оу, ақсақалым, сіздің сөзіңіз жөн болған екен. Сіз үшін атыңыздың жоғалғаны бақытсыздық емес, бақ құсы болыпты». Сонда қария былай деді: «Тағы да асығыстық жасап жатырсыңдар. Ең дұрысы ат қайтып келді. Біздің білетініміз осы ғана. Кейін не боларын көре жатармыз. Кітаптың бірінші сөйлемін ғана оқып, ол кітап жайлы қалайша әңгіме айтасыңдар», деп олардың сөздерімен келіспейтіндігін білдірді. Бұл жолы ауыл қауымы қарияны мазақтауға қысылса да, араларында кейбіреулері іштей алжыған болар деп тұрды. Бір апта өтпей, жабайы аттарға мінемін деп қарияның жалғыз ұлы аттан құлап аяғын сындырып алады. Үйдің нанын тауып жүрген бала енді біраз уақыт төсек тартып жататын болды. Сонда ауылдағылар былай деді: «Сіздің анадағы сөзіңіздің жаны бар екен. Бұл аттардың кесірінен жалғыз ұлыңыз төсек тартып жатыр. Одан басқа ешкіміңіз де жоқ. Жағдайыңыз бұрынғыдан да мүшкіл күйге түсетін болдыңыз», деп жандарының ашып тұрғанын білдірді. Сонда қария былай деді: «Сендер асығыс шешім қабылдайтын дертке шалдыққан екенсіңдер. Неге асығыстық жасайсыздар? Баламның аяғы сынды, ақиқат осы. Қалғанның бәрі сендердің ойларың. Өмір осындай кішкентай сынақтардан тұрады. Ертең не болары бізге беймәлім», деп ашуланғандай болды. Бірнеше аптадан соң елді дұшпан әскерлері басып алады. Хан жас жігіттердің бәрін әскер болуға шақырды. Қарияның аяғы сынған ұлынан басқасының бәрін әскерге алып кетті. Ауылдағылар не істерлерін білмей қатты абыржыды. Өйткені шайқастың жеңіп шығуы мүмкін емес. Кеткен жастардың қайтып оралмауы айдан анық еді. Олар тағы да қарияға былай деді: «Айтқаныңыз рас болып шықты. Аяғы сынық болып жатса да ұлыңыз қасыңызда. Біздің балаларымыз қайтып келе алмайтындары анық», деп мұңдарын шағады. Сонда көпті көрген қария:
Әлі де асығыстық жасап жатырсыздар. Алдан не күтіп тұрғанын ешкім біле алмайды. Біз тек қана менің балам қасымда, сендердікі әскерде екенін білеміз. Мұның қайсысы бақыт, қайсысы бақытсыздық екенін айта алмаймын, деген екен қария. Бұдан шығатын түйіндеме: басымыздан өткен жағдай біз үшін қайырлы ма, қайырсыз ба біз білмейміз. Оған кесіп пікір айту дұрыс емес. Тек бір Алла білуші. Мінекей достар, видеомыздың соңына да жеттік. Арнамызды қолдауды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.